Ассаламалейкум, құрметті достар. Мінекей бүгін Қытай елінен мынандай екі тапсырыс келді. Бұл екі тапсырыс мінекей мынандай DJI Phantom деген осындай квадрокоптерге арналған аккумулятор және мынандай автозаряд. Енді бірінші аккумуляторын ашып көрейік. Бұл заттардың барлығы AliExpress сайтынан заказ берілген. Шамамен 20 күннің аралығы ішінде жетті. Осындай бір қорапшаға салып жіберген екен. Бұл негізі оригинал аккумулятор емес, дубликат. Бірақ енді отзывтарын оқып көрдік. Сапасы жақсы деген соң осындай тапсырыс беруге шештік. Мінекей осылай жақсылап тұрып ораған. 4500 мА дейді, 15 вольт. Барлығы мінекей оригиналдағы сияқты, жазулары барлығы мінекей жақсылап жазылған. Енді оригинал аккумулятормен салыстырып көретін болсақ, мінекей оригинал аккумуляторда Phantom деген жазуы бар. Арт жағындағы жазулары бірдей екеуінің, арт жағындағы мінекей шетіндегі тек мінекей мына жазулар ғана айырмашылық бар сәл-сәл. Қазір салып көрейік. Мінекей жарты зарядкасы бар екен. Қосылар ма екен? Мінекей әрең кірді. Қосылып тұр. Phantom'ымызды мінекей қосты түгелдей. Екінші тапсырыс бұл осы Phantom аккумуляторларын зарядтауға арналған автозарядка. Қуаттайтын Kingma деген фирманікі екен. Бұл енді қымбатырағын алдық. Негізі арзандары да бар. Бір 8-10 долларлық. Но шамамен 20 доллардың көлемінде болады. Екі ішінде мынандай бір қысқаша мануал бар екен. Қытай және ағылшын тілінде. Неге осындай бөлек жеке питаниясы бар. Неге 17-де 5 вольт, 5 ампер береді екен. Оригиналдық сияқты болу керек. Неге мына жағында екі аккумуляторды бірден қатар зарядтайтын осындай бір мүмкіндігі бар. Және мынаумен жаңағы пульті бар. Осы DJI-дің Phantom 3-тің сол пультін зарядтауға арналған құрал. Мінекей мынау Phantom 3 Advanced профессионалдардың пультіне арналған зарядка. Ал стандарттың зарядкасы қарапайым, мінекей сотканың зарядкасы сияқты олар. Мінекей мынандай телефонның зарядкасымен зарядтала береді. Қазір енді жұмыс істемеуін тексеріп көреміз. Индикаторы жанды қызыл болып. Қазір енді мінекей мына Phantom зарядкамызды қосып көреміз. Мінекей зарядка кетті. Зарядка кетіп жатыр. Енді қаншалықты жылдам зарядтайтын нақты айта алмаймын, оны кейін уақыт өте келе жата білеміз. Мінекей мына жерде характеристикасында көрсеткен екен. Бір батареяны 1 сағат 20 минутта зарядтайды. Ал екі батареяны 2 сағат 30 минутта зарядтайды деп көрсетілген. Мінекей достарым, осындай зарядка келді. Өкінішке орай екі аккумуляторды бір уақытта зарядтай алмайды екен. Бір аккумуляторды ғана зарядтап тұр. Енді спор ашып көреміз, не істейміз енді. Әзірге осы, назарға көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар. Енді